Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйде жасалатын ешқандай пешке пісуді қажет етпейтін дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса, бізге осындай пряник керек. Мына жерде 5 пряник, осындай турап алдым. Көлемі мынандай. Және банан бізде 4 штук керек. Оны да осылай турап алдым. Және бізге проценті жоғары 20% қаймақты алдым. Енді бұны қалай жасаймыз? Мынандай шұңғыл ыдысымызды аламыз. Өздеріңізге қандай ыдыс салсаңыздар да ыңғайлы болса болды ең бастысы. Салафанды саламыз ішіне және осылай пряник салып шығамыз. Әдемі болып түсу үшін әдемі қылып салу керек. Енді осыған біз қаймағымызды жағатын боламыз. Біз енді осы қаймақтың бетіне бананды салып шығамыз. Осылай кезек-кезек үшеуін араластырып сала бересіздер. Қаймағы неғұрлым молырақ болса негізі әдемі болады. Өйткені пряникіміз сіңіріп алады оны. Міне осылай айналдырып салып шығасыздар. Осылай міндетті түрде жұқалап қаймақ жағасыздар. Қаймақты жаққаннан кейін пряникті саламыз. Арасына барлығы сыну керек қой әдемі болып. Бұдан кішірек ыдысты алып, банан, 2 банан, 2 пряник, немесе 3 пряниктен де жасасаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Мен енді үйдегі балаларға барлығына жетсін деп мол қылып жасап жатырмын. Енді дәмі деген әдемі болады. Сіздер жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне біздің салып жатқан осылай тортымыз осындай болып жатыр. Бананды көп тұрсыздар. Енді осының бетіне біз қаймақты саламыз. Осылай айналдырып біткенше сала бересіздер барлығын. Сөндір. Жан-жағына да қаймақты жағып жатырмын. Пряникке сінетіндей болу керек қой, әдемі болып. Бұны жасап болғаннан кейін 2 сағат холодильникке салып қоямыз. Салқындап әдемі болып тұру керек. Сосын міндетті түрде кәдімгі тәлекеге салып аударатын боламыз. Ол түсірген видеомды да міндетті